Ал қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін сіздермен бірге ерітінді тақырыбын өтетін боламыз. Онымен қоса массалық және мольдік концентрация. Енді мольдік концентрацияның екінші атауы малярлық концентрация деп аталады. Жақсы, онда сабағымызды бісміллә деп бастайық. Ал құрметті оқушылар, қараңыздар. Ең бірінші ол ерітіндінің анықтамасы. Ерітінді дегеніміз не? Ол еріген зат пен еріткіштен тұратын дейді. Міне осы жерде талқылайық. Еріген зат және еріткіш. Енді көбінесе биорганикалық химияда бізде еріткіш ретінде су қолданылады, еріткіш ретінде бізде су қолданылады. Көбінесе су. Енді бұдан бөлек әрине органикалық еріткіштер де бар. Мысалға оларға бензол, этанол деген сияқты еріткіштер жатады. Ал енді биорганикада өзіміз білеміз кәдімгі дистилленген су. Және еріген зат дейді. Енді еріген зат ол әртүрлі нәрсе болуы мүмкін. Мысалға тұздар, қышқылдар, сілтілер деген сияқты. Бұның барлығы бізде еріген затқа жатады екен. Міне бұл жерден түсінікті. Енді қандай жүйе дейді? Бір текті, яғни қоспалар тақырыбында өткен болатынбыз. Бұл бір текті, яғни гомогенді жүйе. Яғни көзбен көріп, біз еріген зат пен еріткішті енді былай айтқанда бір-бірінен ажырата алмаймыз. Бірінен ажыратылмағандықтан бұл бізде бір текті жүйе болады екен. Енді алдарыңызда ең маңызды формулалар көрсетілген. Қазір мәнін түсіндірпейін. Енді бірінші формула ерітіндінің массасын анықтау үшін еріген зат пен еріткіштің массаларын қоса саламыз. Кәдімгідей қоспа, Мысалға міне бізде 100 грамм су тұр, 100 грамм су. Оған әкелемізді біз 15 грамм қант қосамыз деген сияқты. Әрине ерітіндінің массасы не істейді? Көбейеді. 100-ге 15 қосылады, 115 грамм ерітінді пайда болады деген сияқты. Келесі екінші. Еріген заттың массасы бізде 100% болса, еріткіштің енді массалық үлесі ғой, бұл жерде 0%. Енді бұл екінші қарапайым мысал. Келесі үшінші. Еріген заттың массалық үлесін табу үшін біз еріген заттың массасын жалпы ерітіндінің массасына бөлеміз. Міне мысалға осы ерітіндіні алайық. Бізде еріген зат бізде 15 грамм, ал жалпы ерітіндінің массасы қанша болды? Бізде 115 грамм болды. Бөліп 100-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде жауабы пайызбен шығады екен. Келесі маңызды формулалардың бірі мынау М тең ρ V, яғни ерітіндінің массасын анықтау үшін оның тығыздығын көлемге көбейтеміз. Енді тығыздық көбінесе грамм бөлінген миллилитр, көбейтеміз миллилитрге, сонда миллилитр қысқарады, грамм ғана қалады. Осылай ерітіндінің массасын табамыз. Немесе керісінше бізде тығыздығы керек болатын болса, онда массаны көлемге бөлеміз. Сонда грамм бөлінген миллилитр. Келесі ары қарай, енді бұл жақта ерітіндінің масса ерітіндіні жай ғана мынау формуламен алмастырған. ρ V. Мынау жерде. Міне жалпы осындай формулалар бізде бар екен. Қазір кешім өтінен 1 минут жабылып қалды. Қазір ашып жіберейік. Ерітінді. Жақсы, онда ары қарай енді бұл барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді ақырындап есептерге көшейік. Міне есептің берілген қарап оқып көріңіздер. Видеоны пауза қойып шығарып көрсеңіздер де болады. 400 мл суда 11,2 литр күкіртті газ еріді дейді. Сонда ерітіндідегі күкіртті газдың массалық үлесі пайызбен деп тұр, Жақсы. Енді қарайық, бұл есепте берілген жазайық бірінші. Жалпы ОБТ-ға дайындықты енді қазірден бастап жатсыздар, уақыт әлі көп. Сондықтан біз енді тек қана ОБТ-ға ғана емес, одан ары қарай, яғни бұйырса жоғары оқу орнына түсіп жатқан кезде де біз шығарылатындай болуымыз керек. Химияны түсінуіміз керек, сондай деңгейде. Тек қана химия маған ОБТ-ға дейін ғана керек, болды сол жерде тоқтайды деген ол қате. Сондықтан біз ОБТ-ға емес, жалпы жоғарғы оқу орнына, одан кейін де бұйырса жоғарғы деңгейге дайындаламыз. Енді берілген жазайық. Жалпы кез келген есепте ең маңыздысы ол берілгенді түсіну. Бізде не берілген? 400 мл су дейді, Судың көлемі 400 мл. Ары қарай. 11,2 литр күкіртті газ еріді дейді. Күкіртті газың несі берілген? Көлемі SO2, Күкіртті газ бізде SO2. Көлемі 11,2 литр. Жақсы, ерді. Сонда ерітіндідегі күкіртті газдың массалық үлесі.
Сонда омега SO2 бізге белгісіз. Міне, берілген осы. Ал енді құрметті оқушылар, не істейміз? Ары қарай осы берілгені бойынша есеп шығарайық. Жақсы. Сонда біз қараңыздар, не істей аламыз? Ең бірінші, судың тығыздығы біз білуіміз керек нәрсе. Судың тығыздығы ро, H2O 1 грамм бөлінген миллилитр. Яғни бұл не деген сөз? Тығыздық деген не деген сөз? Судың әр 1 миллилитрі 1 грамм. 200 миллилитр су бола ма? Ол 200 грамм болады. 500 миллилитр су бола ма? Ол 500 грамм болады деген сөз. Немесе 0,5 литр, ол 0,5 килограмм деген сияқты. Сонда қараңыздар, судың көлемі бізде 400 миллилитр, демек судың массасы қанша болады? Тура сондай 400 грамм болады. Яғни біз не істейміз? Жаңағы m тең ρ v деген формуланы еске түсіреміз, m тең ρ v, тығыздығымыз 1 грамм бөлінген миллилитр, ал көлеміміз 400 миллилитр. Сонда миллилитр мен миллилитр не істейді? Бұл жақта қысқарып кетеді да 400 грамм қалады. Бұл жер түсінікті деп ойлаймын. Бұл міндетті түрде. Келесі ары қарай. Енді бізге қараңыздар, массалық үлесі деген ғой, омега керек бізге. Онда бізге SO2-нің массасы қажет. Онда, мынау бірінші бізде. Онда біз не істейміз? Оның зат мөлшерін анықтаймыз, Зат мөлшер SO2. Енді бұл бізде газ, сондықтан В бөлінген ВМ деген формуланы бұл жерде қолдана береміз. Көлемі бізде 11,2 литр, бөлеміз 22,4-ке. Сонда 0,5 моль. Зат мөлшері бар ма? Бар. Массасын таба аламыз ба? Әрине, малярлық массасына көбейте саламыз. 3 масса SO2. Зат мөлшері 0,5 көбейтеміз 64-ке. Сонда мына жақта бізде 32 грамм болады екен. Міне 32 грамм шықты. Ары қарай массалық үлесін анықтаймыз. Немесе бидейік. Үшінші ерітіндінің массасын анықтайықшы. Әрине, бастапқыда бізде су болды, оның массасы 400 грамм болды. Оған тағы да неше грамм қосылды? SO2 қосылды ғой. Массасы 32 грамм. Сонда 432 грамм болды деген сөз. Енді төртінші, оның массалық үлесін анықтаймыз. SO2-ні. Яғни 32-ні бөлеміз 432-ге және 100 пайызға біз көбейтеді екенбіз. Ал құрметті оқушылар, өздеріңіздің жаңағы калькуляторларыңызды дайындап отырыңыздар. Менен тезірек шығарыңыздар, себебі менде калькулятор жоқ қазірге. Былай шығарсам сіздерге әрине ұзақ болып кетеді. Және 100-ге көбейтеміз. Сонда 7,100-ден 41% деп алсақ болады. Міне жауап шықты бұл есептен. Міне осылай біз массалық үлесті оңай таба алады екенбіз. Ал енді келесі есептерге өшейік онда. Келесі төртінші есебіміз. Төртінші деп бірге жұмыдым. Екінші есеп. 100 мл 30% натрий карбонаты ерітіндісіндегі еріген заттың массалық үлесін табыңыз. Берілген жазайық бірден. Көлем ерітінді бізде 100 мл. Жақсы. Бұның тығыздығы қанша дейді? Ерітіндінің тығыздығы 1,12 грамм бөлінген миллилитр. Және массалық үлес 30% дейді. Кімнің массалық үлесі бұл? Әрине, натрий карбонатының. Натрий карбонатының массалық үлесі 30% дейді. Ал сонда осы ерітіндісіндегі еріген заттың массалық үлесін табыңыз дейді. Еріген заттың массалық үлесін табыңыз дейді. Так, мына жақта қате кетіп кеткен болар, Себебі массалық үлес міне 30% бізге беріліп тұр. Бұл жақта массасын болу керек еді, Массасын табыңыз. Жақсы, массасын табайық. Натрий 2 циклор. Онда біз міне бұның алдында қолданған формуланы еске түсіреміз. Яғни натрий карбонатының массалық үлесін қалай табушы едік? Біз натрий карбонатының массасын бөлуші едік ерітіндінің массасын. Солай ғой? Және 100-ге көбейтуші едік.
Ал енді жаңағы естеріңізге түсіріңдерші, ерітіндінің массасының формуласы, ол ρ v еді ғой. Яғни тығыздығын көлемге өтетін еді. Сонда мынау ρ v дегенді біз кімнің орнына қоямыз? Ерітіндінің массасына қоя саламыз. Сонда міне қойып жерсек, 30%, енді мына жақта тең болады. Натрий карбонатының бізде массасы белгісіз. Тура солай жазып қояйық. Мына жақта көбейту 100% бар. Әрине не істейді, бұл жақ қысқарады, Бұл жақ бізде қысқарады. 100 бен 30 қысқарады, мынау 0,3 болып қалады. Және ерітіндінің массасына біз ρ v-ді қоямыз. ρ 1,12, ал в, яғни ерітіндінің көлемі 100 мл. Сонда масса натрий 2 СО3 тең болады. Не істейміз? 0,3-ті мына жаққа көбейте саламыз. Бөліміне. 0,3 көбейту 1,12 көбейту 100. Сонда 11-ді 2-ні 3-ке өтсек, 33,6 грамм. Міне жауап шықты. Сонда массасы еріген заттың 33,6 грамм деген сөз. Енді ары қарай мысалға бізде судың массасын сұраса ше. Судың массасы қанша болады? Онда міне мына жақта ерітіндінің массасы қанша болды? 112 грамм, Соның 33,6-сы натрий карбонаты, демек қалған масса бізде судың массасы деген сөз екен. Жақсы, келесі. Үшінші есепке көшейік. Енді мынандай бізде келесі есептің мәнін түсінейік, қараңыздар. 100 грамм 15%-лық натрий хлорид ерітіндісіне дейді, не қосқан? 50 мл, яғни 50 грамм су қосқан. Сонда соңғы ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеңіз. Енді сіздерге осындай есептердің формулаға қоймай-ақ, оңай жолын көрсетейін. Ол үшін біз ыдыстар тәсілін қолданамыз. Ыдыстар тәсілін. Енді қарайық, бізде бастапқы ыдысымыз ол міне тұр. Бастапқы ыдысымыз ол 100 грамм. Неше пайыздық? 15%. 100 грамм 15%-лық натрий хлорид ерітіндісі. Жақсы. Оған не қосқан? Су қосқан, 50 мл, яғни тығыздығы 1 судың, сондықтан бұл 50 грамм. 50 грамм су қосқан. Ал енді сіздерге сұрақ. Осы 50 грамм неше пайыздық болады? Яғни судың құрамында бізде натрий хлориді бар ма? Жоқ, таза су. Сондықтан бұның құрамында бізде 0% дейміз. Бұнда еріген зат 0%. Мүлдем жоқ. Сонда тең болады бізде үшінші ерітінді. Үшінші ерітінді пайда болды. Сондағы біз нені анықтауымыз керек? Массалық үлес анықтауымыз керек. Массалық үлес X. Енді қарайық. 100 грамм, 50 грамм, 100-ге 50-ді қоссақ, әрине үшінші ерітіндіміз бізде 150 грамм болады. Солай ғой? Болды. Ары қарай енді есептейміз. Мына жақтан есептейміз, 100-ді 15-ге өтеміз. 100 көбейту 15 плюс. Енді мына жақта 50-ді 0-ге өтеміз, 50 0-ге өтеміз, 0. Жазбай қойсақ болады. Екен қосамыз, негізі. Тең болады қаншаға? 150-ді көбейтеміз X-ке. 150X. Сонда 15-ті көбейтеміз 100-ге. 1500 тең болады. 150X. Сонда X тең болады нешеге? 10-ға. Демек жауабымыз соңғы ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі қанша пайыз? 10% деген сөз. Міне есеп осымен аяқталды. Оңай әдіс па? Оңай әдіс, ең бастысы түсінікті. Бірінші ыдысымыз 100 грамм 15%-лық ерітінді. Екінші ыдысымыз ол жай ғана су, оның құрамында еріген зат жоқ. Сондықтан 0%. Тең болады. Мына екі массаны қосамыз 150 грамм, массалық үлесін есептейміз. Міне осындай қарапайым есеп. Жақсы, келесі, төртінші есеп. Қазір. Төртінші есепті қарайық.
100 мл 35 пайыздық ас содасының ерітіндісіне 60 грамм тұз қосқан дейді. Сонда соңғы ерітіндіде еріген заттың массалық үлесін есептеңіз. Ал, құрметті оқушылар, калькулятор дайындаңыздар. Енді бұны жаңағы ыдыстар тәсілімен шығаруға бола ма? Қалай ойлайсыздар? Әрине болады, иә? Жақсы, шығарып көрейік онда. Міне, бірінші ыдысымыз бізде. Так, астына граммын жазатын едік, иә? Массасын. Ал ыдыстың ішіне пайызын. Яғни пайыз бізге белгілі 35 пайыз дейді. Жақсы. Ас содасы екен. Ас содасының формуласы қандай? Натрий гидрокарбонаты, иә? Натрий HCO3 ас содасы. Жақсы. Енді бізге астына массасын жазамыз. Массаны қалай анықтаймыз? Тығыздықты көлемге өтеміз. Тығыздықты көлемге өтеміз. Міне 100 мл 1,42 грамм. Сонда екен бір-біріне көтсек 142 грамм болады екен. Жақсы, міне, бұл бізде бірінші ерітіндіміз. Ал енді оған не қосқан? 60 грамм дейді, иә? 60 грамм тұз қосқан. Тұз дейді. Яғни бұл су емес, енді судың құрамында тұз жоқ. Ал тұз қосса енді ол таза еріген зат болып тұр ғой. Яғни бұл 100%. 100% таза затты қосып жатыр. Сондықтан тұз, яғни еріген затты қосатын кезде біз оған не істейміз? 100% дегенде жазамыз. Ал суды жазған кезде біз 0% дейміз. Себебі судың құрамында тұз жоқ. Тең болады. Мына жақта үшінші ерітіндіміз. Пайызы белгісіз x, ал массасы қанша болады? 142-ге 60-ты қосамыз. Сондай 202 грамм екен. Ал енді ары қарай ренжімесеңіздер, мен де калькулятор алайын. Сіздерге әрине тезірек болу үшін, бұл талдауда. 142-ні көбейтеміз 35-ке. Бірден мәндерін жазып отырайын. 4970 қосылған. Мына жақта бізде 6000 шығады, 60-ты 100-ге өтеміз. Және 202x. Сонда 202x тең болады 10970-ке. 10970-ке, мына екеуін қосып жібердік. Енді ары қарай x анықтау үшін 10970-ті 202-ге бөлеміз. Сонда жауабымыз бізде 54,3% шығады екен. Яғни мына жақтағы x-іміз бізде 54,3%. Яғни қараңыздар, массалық үлесі көбейді ма? Көбейді, массалық үлесі міне 35% болды, ол 54-те 3%-ға дейін көтерілді. Бұндай, яғни біз еріген затты қосатын процесс бізде қоюлату деп аталады. Ерітіндіміз қоюлайды. Ал керісінше су қоссақ, ол сұйылту процесс деп аталады. Бұл нәрсе түсінікті деп ойлаймын. Келесі ары қарай. Келесі есептерге көшейік. Ал енді 5-ші есепке назар аударайық. 55 грамм 35%-лық калий бромид ерітіндісі және 80 грамм 24%-лық калий бромиді ерітінділері араластырғанда түзілген ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеңіздер дейді. Жақсы, енді есептің онда берілген түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай не істейміз? Бұны да ыдыстар тәсіліне жазып көрейік. Бірінші ыдысымыз бізде неше? 55 грамм дейді. 35%. Оған не қосқан? 80 грамм ерітінді қосқан. 80 грамм, ал бірақ массалық үлесі 24% дейді. Сонда бізде бір үшінші ерітінді пайда болады. Үшінші ерітінді пайда болады. Оның бізде массалық үлесін не істеу керек? Анықтау қажет. Енді бұл жақта массасын білеміз. Үшінші ерітіндінің ол 135 грамм, ал массалық үлесі x. Ары қарай есептейміз. 55-ті 35-ке өтеміз. 55 көбейті 35, 1925 дейді. Плюс 80-ді көбейтеміз 24-ке. 80 көбейті 24. 1920. Тең болады. Ары қарай 135x-ке. Сонда 135x-іміз тең болады 3845-ке. Сонда x
тең 3845-ті бөлеміз 135-ке. Сонда жауабымыз бізде 28,5 пайыз шығады екен. 28 де 5. Сонда мынау x мәніміз бізде 28,5 пайызға тең екен. Соңғы ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесі. Жазып алдыңыздар деп ойлаймын. Ал енді тағы да бір қызық есептер. Міне 6-шы есеп. 420 грамм 25 пайыздық калий бромид ерітіндісін алу үшін 10 пайыз және 30 пайыздық калий бромид ерітінділерінен қандай мөлшерде алу керек дейді. Массасы бойынша, е? Жақсы. Бұнда да енді 3 ыдыс бар, е? Тура сондай 3 ыдыс. Мына жақта 3-ші. Жақсы. Енді 420 грамм 25 дегенді қай жерге жазамыз? Сіздерге жауап. 1-ші ыдыс, 2-ші немесе 3-ші. Бұны әрине 3-шіге жазамыз, е? Неге? Себебі біз осында ерітінді не істеу керекпіз? Алу керекпіз. Алу үшін деп тұр. Сонда 420 грамм неше пайыздық? 25 пайыздық ерітіндіні бізге не істеу керек? Алу керек. Ол үшін бізде неше пайыздық ерітінділер бар? 10 пайыздық ерітінді бар және 30 пайыздық ерітінді бар. Массаларын білеміз ба? Әрине білмейміз. Бізге соны есептеу керек. Ал енді бірінші ерітіндінің массасын x дейтін болса, енді математика бойынша, е? Ал екінші ерітіндінің массасы қанша болады? 420 минус x болады. Себебі екеуін біз қосқан кезде 420-ның өзі шығады. Бұл нәрсе түсінікті деп ойлаймын. Ары қарай енді шығарайық. 10-ды x-қа көбейтеміз. 10x плюс 420 минус x-ті көбейтеміз 30-ға. Бірден мына жақта көбейтіп кетейін. 12600 дейді. Минус 30x болады. Тең болады. 420-ны 25-ке көбейтейік. 10500. 10500. Так, менімен бірге жазып отырыңыздар. Сонда қарайық. Мына жақта 20x-іміз тең болады. 12600-ден 10500 айтамыз 2100. Сонда x-іміз нешеге тең болады екен? 105-ке. X-іміз 105-ке тең. Сонда қараңыздар, x қайсы сол? Мына ғой, е? Демек 10 пайыздық ерітіндіден қанша грамм алады екенбіз? 105 грамм алады екенбіз. 10 пайыздықтан 105 аламыз. Ал 30 пайыздықтан қанша алу үшін 420-дан не істейміз? 105-ті азайтамыз. Сонда тең болады мына жақта. Бірден жазсайын. Жауап 315 грамм. Міне сонда жауаптары 105 граммнан, яғни 10 пайыздықтан 105 грамм, және 30 пайыздықтан 315 грамм алу керек екенбіз. Сонда бізде 420 грамм 25 пайыздық ерітінді пайда болады. Бұл нәрсе түсінікті ма, құрметті оқушылар? Түсінікті деп ойлаймын. Енді бұның басқаша бір әдісін сіздермен бірге қарастырайық. Так, мынаны жазып алдыңыздар ба, е? Жазып алыңыздар. Мәндері міне шықты. 105-315. Енді екінші тәсілін көрсетейін. Енді бұл тәсіл крест әдісі деп аталады. Біз қарайық. Міне, бізде 10 пайыздық ерітінді бар және 30 пайыздық ерітінді бар. Солай ғой. Бізге неше пайыздық ерітінді алу керек? 25 пайыздық. 25. Есеміз крест жүргіземіз. Бітсеңіздер болады. Ал кеттік онда. 30 минус 25. 5-ке тең. 5. 10 минус 25. Енді модульдің ішіне бұл жақты терістен шығармаймыз. 15. Міне осы жерден есеп шықты деп айтсақ болады. 5-тің 15-ке қатынасы деген сөз. Жақсы. Мынанда x дейміз. Мынанда x дейміз. Сонда екеуін қосқан кезде, яғни 5x-ке 15x-ті қосамыз. Тең болады қанша? Неше грамм ерітінді алу керек бізге? 420 грамм, не? Тең болады 420. Сонда 20x-іміз тең болады 420. Сонда 1x-іміз нешеге тең екен? 420-ны 20-ға бөлеміз, 21-ге. X тең 21. Енді мынау 21-ді x-тің орнына не істейміз? Әрине қоя саламыз. Сонда 5 көбейту 21, 105 грамм. Бір жауап шықты ма?
Шықты. 15-ті көбейтеміз 21-ге, яғни x-тің орнына қоямыз. Қанша? 315 грамм. Міне есеп аяқталды. Бұл крест әдісі. Сонда қарайық, алдыңғы есеппен салыстырыңыздар, жаңа шықты ғой. Сонда 105 грамм 10% ерітіндіден алады екенбіз. Міне, жоғарғы жағында, 10% ерітіндіден 105 грамм аламыз. Пайыз дей салайық. Ал 30% ерітіндіден қанша аламыз? 315 грамм алады екенбіз. Міне, бұл бізде крест әдісі деп аталады. Жалпы оңай, Ыдыстар әдісі де қатты қиын емес. Бірақ, мынау одан да оңай, одан да тез шығаруға болады екен. Жақсы. Енді келесі есепке көшейік. Жетінші есеп. 25 грамм мұз сульфатының кристалл гидратын дейді. 20 мл суда еріткенде пайда болған ерітінді еріген заттың массалық үлесін есептеңіз дейді. Енді бұл есепті жаңағы массалық үлеспен жаңағы ыдыстар әдісімен шығарған тиімді. Енді кешіріңіз. Енді бұл жақта қараңыздар. Бізде 25 грамм не берілген? Мұз сульфатының кристалл гидраты. Енді қараңыздар, біз бұның құрамында енді таза мұз сульфат емес қой, құрамында тағы не бар? Су бар. Бізге осы сусыз массалық үлесі қанша болады, соны есептеп алу керек. Яғни омега кубрум с4. Бұл жаңағы бірінші параграфта есептедік қой. Яғни бірінші сабақта, жаңағы кубрум с4 5Ag кубы. Осындағы мұз сульфатының массалық үлесін анықтаймыз. Бірінші әрине оның мр-ін анықтаймыз. Ол мына жақта 160 болады, плюс 5 су молекуласы. 250-ге тең, Енді мұз сульфатының массалық үлесі, себебі бұл нағыз тұз болып тұр. Яғни 160-ты бөлеміз 250-ге және 100-ге не істейміз? Көбейтеміз. Так. 160 бөлу 250 көбейту 100. Қанша пайыз дейді? 64%. Міне жауап 64%-ды жазамыз, бұл жерге. Түсінікті ма? Себебі мұз сульфаты бұл жерде еріген зат болып тұр. Су емес, су еріткіш болып кетеді, Міне осы нәрсені ескеру керек. Жақсы. Мына жерде өшіп тастайын. Келесі, бұған не қосып жатырық біз? 20 мл су қосып жатырық. Яғни 20 мл 20 грамм. Енді судың құрамында мұз сульфаты бар ма? Жоқ, 0%. Тең болады. Сонда неше грамм пайда болады? 25-ке 20. Әрине 45. Массалық үлесі X. Ары қарай енді шығарамыз. 64 көбейту 25. 1600 плюс, енді мына жақта 20-ны 0-ге көбейтеміз, 0 болып кетеді. Тең болады 45x-қа. Сонда x-іміз тең болады 1600-ді бөлеміз 45-ке. Сонда жауап 35,6% болады екен. Міне жауап шықты. Қараңыздар, өте оңай, өте қарапайым ыдыстар әдісімен шығады. Жалпы түсінікті, бұл жерде барлық жазылған. Келесі есептерге көшейік. Енді келесі кішігірім тақырыбымыз ол бізде мольдік немесе малярлық концентрация деп аталады. Енді малярлық концентрация деген, міне анықтамасын көріп отырсыздар, еріген зат мөлшерінің жалпы ерітінді көлеміне қатынасына тең шамалы. Өлшем бірлігі, міне мына жақта жазылған, моль бөлінген литр. Мәні қандай? 1 литр ерітіндіде неше моль еріген зат бар? Міне осы сұраққа бізде малярлық концентрация жауап береді екен. Яғни біз еріген заттың зат мөлшерін не істейміз? Ерітіндінің көлеміне бөлеміз. Ерітіндінің көлемі біз немен алады екенбіз? Литрмен аламыз. Бұл өте маңызды. Және кейбір есептерде мынау күрделі формула қолданылады. Яғни міне қорытылған түрі. 10 массалық үлес тығыздық бөлінген малярлық масса. Енді қазір есептеу барысында бұларды дұрыстап талқылайық. Ал енді келесі қараңыздар. Мольдік концентрацияға мысал есептер 5,6 литр H хлор дейді, яғни хлорсутек газын 500 мл суда еріткенде пайда болатын ерітіндінің малярлық концентрациясын есептеңіздер дейді. Жақсы, онда есептің берілген жазамыз. Бізде көлем H хлор, яғни хлорсутек 5,6 литр қалыпты жағдайда. Келесі, және 500 мл су.
H2O немесе су деп жазсаңыздар болады. Бұнда ешқандай айырмашылық жоқ. 500 мл су. Еріткен, сонда ерітіндінің малярлық концентрациясын анықтаңыздар. Ерітіндінің малярлық концентрациясы сұрақ белгісі. Жақсы, міне берілген жазып алдық. Енді малярлық концентрацияның формуласын еске түсірейік. Тең болады зат мөлшер, еріген зат бөлінген көлем. Осы бізде малярлық концентрацияны береді. Сонда еріген заттың бізде зат мөлшері бар ма? Жоқ, тек қана несі бар? Көлемі бар. Сондықтан біз еріген заттың әрине зат мөлшерін анықтай саламыз. Бұл бізде газ, сондықтан В бөлінген ВМ 22-де 4-ке. Сондықтан 0,25 моль болады екен. Жақсы. Енді ары қарай малярлық концентрациясын оңай таба аламыз, H хлор тең болады. Зат мөлшері. Міне еріген зат 0,25, 0,25-ті бөлеміз ерітіндінің көлемі. Ерітіндінің көлемі деген кезде бұл жерде судың көлемін аламыз, Судың көлемі қанша болып тұр? 500 мл. Сондықтан бұны 500 мл деп аламыз, Яғни 500-ге бөлеміз ба? Жоқ, 500-ге бөлмейміз. Себебі өлшем бірлігі қандай еді? Моль бөлінген литр. Ал мынау миллилитр. Біз білеміз, 1 литрің ол 1000 миллилитр. Сонда мына 500 мл болса, бұл 0,5 литр деген сөз. Сондықтан мына жақта 500-ге емес. Оны нешеге бөлеміз? 0,5-ке бөледі екен. Сонда жауабы 0,5 моль бөлінген литр. Немесе 0,5 малярлы. Міне үлкен М немесе моль бөлінген литр екеуі бір нәрсе. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Келесі ары қарай шығарайық. Тағы да мысалдарды қарастырайық. 9-шы есеп дейді. 200 мл 0,5 малярлы аммоний сульфат ерітіндісін алу үшін қажет тұз бен судың массасын есептеңіздер. Берілгенін жазайық, Ерітіндінің көлемі қанша дейді? 200 мл. Ал ондағы мынау тұз, аммоний сульфаты. Аммоний сульфатының концентрациясы 0,5 малярлы дейді. Осындай ерітінді алу үшін қажет судың және тұздың массасын есептеңіздер. Жақсы. Сонда масса аммоний сульфаты, сұрақ белгісі және масса су. Масса су. Жақсы. Онда біз жаңа концентрацияның формуласын еске түсіреміз. Малярлық концентрацияның. Ол зат мөлшер бөлінген көлем. Осы формула арқылы әрине кімнің зат мөлшерін анықтай аламыз? Еріген заттың. Еріген зат ол кім бізде? Аммоний сульфаты. Сонда аммоний сульфатының зат мөлшерін анықтау үшін не істейміз? Концентрацияны көлемге көбейтеміз. Концентрациясы бізде 0,5 малярлы, немесе моль бөлінген литр. Оны көбейтеміз қаншаға? Ерітіндінің көлемі қанша болып тұр? 200 мл болып тұр. Дұрыс па? Әрине дұрыс емес. Мынау бізде формула бойынша литр. Литрге айналдырсақ, 1000-ға бөлеміз 0,2 литр. Мына жақта қараңыздар, миллилитр деп алғанның өзінде, мысалы 200 миллилитр. Миллилитр мен литр не істемейді? Қысқармайды, Сондықтан бұны литрға айналдыру міндетті. Көбейту 0,2 литр. Міне енді литр мен литр не істейді? Бұл жерде қысқара алады. 0,5 көбейту 0,2, сонда 0,1 моль. Міне аммоний сульфатының зат мөлшері шықты. Ары қарай оның массасын табу оңай. NH4, 2 еселенген SO4, көбейту массасын анықтау үшін малярлық массасын көбейтеміз. Так, малярлық массасын есептеп жүрейік. «132» дейді. 132-ге көбейтеміз. Сонда 13,2 грамм шығады екен. Енді судың массасын қалай табамыз деген сұрақ туындауы мүмкін, Бізде ерітіндінің массасы жоқ. Ал судың массасы сол ерітіндінің жаңағы көлеміне тең болып қалады. Яғни масса су бізде қанша болады? 200 грамм. 200 грамм. Енді неге 200 грамм екенін мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Біз мысалға қараңыздар. Егер бір стақан су алып,
оған қантты ерітетін болсақ, қант саламыз, ерітеміз, ол барлық толықтай еріп кетті. Енді біздің суымыздың көлемі көбейемі, яғни су деңгейінен асамы? Міне мысалға осындай су тұр сіздерде, 200 мл болсын, мысалға. Осыған әкелдікте 50 грамм қант салдық. 50 грамм қант салдық, оның барлығы еріп кетті. Қант барлығы еріп кетті. Енді сұрақ, мынау суымыз бізде не істейді? Ұлғая ма көлемі? 200-ден асып кете ме? 300 болып кете ме мысалы? Немесе 250, 210 болып кете ме? Әрине болып кетпейді. Суымыз тек қана тығыздалады. Яғни тығыздығы не істейді? Артады екен суымыздың. Бірақ оның көлемі өзгеріссіз қалады. Бұнда да тура солай. Бізде 200 мл ерітінді алу үшін біз 200 грамм су алуымыз керек. Себебі судың ғана, былай айтқанда, көлемі бар. Ал оған қосқан аммоний сульфаты оның көлемін өзгертпейді, судың көлемін. Ерітіндінің көлемін өзгертпейді. Тек қана оның тығыздығын арттырады. Міне осы нәрсені, құрметті оқушылар, ескеруіміз біздің шарт екен. Келесі, мысалға, міне тағы мынандай бір есептер бар екен. Жалпы малярлық концентрация қатты бір қорқатындай ештеңесі жоқ, Тура сол массалық үлеске ұқсайды. Міне мысалға осы есепті қарастырайық. 100 мл 0,1 малярлы аммоний хлорид ерітіндісі мен 300 мл 0,5 малярлы аммоний хлорид ерітінділерін араластырған дейді. Осы кезде пайда болған ерітіндінің малярлық концентрациясын есептеңіздер. Ал енді алдыңғы тәсілдерден қайсысы ұнады сіздерге? Осыны қайсысымен шығаруға болады? Әрине, ыдыстар әдісімен тиімді, Ыдыстар әдісіне сонда тек қана массалық үлесті ғана емес. Бұнда малярлық концентрацияны да қоя береді екенбіз. Осы есепті шығарып көрейік. Сонда міне, бұл жақта енді әрине миллилитрмен жаза берейік. Оның ештеңесі жоқ. 0,1 малярлы қосылған 300 мл. Неше малярлығы? 0,5. Тең болады, мына жақта 400 мл. Енді әрине миллилитр қосылады, 400 мл болады. Ал бірақ концентрациясы X белгісіз. 100-ді 0,1-ге өтеміз. 10, 300-ді 0,5-ге өтеміз. 150 тең болады 400X-ге. Сонда 400X-іміз тең болады 160-қа. Сонда X тең болады. Мына жақта не істейміз? 160-ты 400-ге бөліп жібереміз. 160-ты 400-ге бөліп жібереміз. Сонда 0,4. Малярлығы мынау ерітіндінің неше дейді? 0,4. Болды, есеп аяқталды. Қатты қиын ештеңесі жоқ, оңай шығара саламыз. Ыдыстар тәсіліне сонда тек қана массалық үлесті емес, мынау малярлық концентрацияны да жазсақ болады екен. Есептесек болады. Жалпы сонда қараңыздар, ешқандай формула маңызды емес бізде. Формуланы білесің бе, білмейсің бе? Әрине оны білу шарт, бірақ оны жаттап, ойбай, міне малярлық концентрация осы деген сияқты, оны жаттаудың қажеті жоқ. Химия ол, құрметті оқушылар, жаттанды білім емес. Бұл теория әрине бар бұнда, бірақ ол процесстердің мәнін түсінсең, есептің шартын түсінсең, онда кез келген есептен оңай шығару жолын шығаруға болады, былай айтқанда. Сондықтан химияда ең бастысы ол түсіну. Сондықтан жаңағы түсінбеген сұрақтарыңыз болса, әрине менен сұрасаңыздар болады. Жалпы өзімді көп білем деп айтпаймын, бірақ жаңағы сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Бұл айтқанда білетін 9, білмейтін 99 дейді ғой. Тура сол сияқты. Енді соңғы есепті қарастырайық, малярлық концентрацияға байланысты. Ал өздеріңіз бір шығарып көріңіздер, осы есепті қалай шығады екен? Кішкене паузаға видеоны қоя тұрып шығарып көріңіздер. Қойдыңыздар ма? Шықты ма? Онда бірге талқылайық, Жаңа мен сіздерге малярлық концентрацияның ең төменде бір формула тұрды, Міне, ол формула да маңызды бір жағынан. 10 ро омега бөлінген малярлық масса. Міне, бұл есепті осы формулаға қоя саламыз. Яғни 10, міне 10 тығыздығы қанша дейді? 1,18.
жақсы. 1,18. Массалық үлесі қанша? 36,5. 36,5. Бөлеміз малярлық масса. Кімнің малярлық массасын білеміз? Әрине, H-хлор, хлорсутек. 36,5-ке не істейміз? Бөледі 2-міз. Соны аяқтан білем. 36,5 пен 36,5 қысқарады. Онда 1,18-ге өтеміз. 11,8 малярлы, немесе моль бөлінген литр. Міне, құрметті оқушылар, бүгін осымен ерітінділер тақырыбы тәмам. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Жалпы білімді тек қана бір жерден алмаңыздар. Осы берілген біліммен шектеліп қалмаңыздар, құрметті оқушылар. Әрдайым ізденісте болыңыздар. Жаңа нәрселерді үйренуден жалықпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.